Йоу, сегодня буду снимать Роковый. Это очень хороший пляж в сравнении с Брайтон Бич. Настоящая Америка, да, брат? Настоящая Америка, здесь другой мир, другая атмосфера. Но Барго, менің самый любимый пляж, самый мрачный, чисто американский пляж. Не то, что вот эти пляжи, которые я показывал. Что? Смотрите, опытный пляжға баратын адам кроссовки киіппеген. Прям при выходе из дома свои тапочки порвал. Вот неудача, а? Карантинчик. Камерам вот кеткен ұмыт кеттім. Как ощущение, брат? Здесь волны хорошие еще, такие сильные. Волновар бар ғой, мрачный ғой кәдімгі. Даже алыс жеріне барсаң да бой бар да, где-то бір былай аяғың жерге тиіп тұрады. Шынымен де үй жақтағы пляждарға салыстырсаң, мына жер премиум качество. Жазбай осяқтан шықпау керек қой примерно. Короче, мен примерно пляжға обзор жасап тастадым ғой, Я делаю обзор на пляж, брат. Так, типа, песок мягкий, не горячий, что самое главное. Ветер, не жарко, не холодно, волны большие. Өте керемет жағажай, келіңіздер. Спасибо. Смотри, рыбу поймали. Пойдем? Прикинь, акула шакета крыса. Короче, мына океанда акулалар бар. Хочешь после этого купаться, брат, да? Пляжға обзор. Так, құм жақсы. Вообще не горячий. А на этот тут где? Вот этот деле. Да, я же сказал. Чего так смотришь? Хаскинамын. Хаскинамыз ашкы. Он плов готовит. Серьезно? Тугау можно заверни. Кішкентай кезімізде деймін да, суға түсіп жүрген кезде бір кішкентай болсын толқын келіп қалса, волна деп айқайлайтын едік та. Енді қазір шынайы волналарға келіп, жастық шағым есіміз кетті. Кішкентай кезде. Кәдімгідей аяғың шалып тұрып. Табиғаттың күші. Жағажайға обзор жасап жатырмын. Мұхиттың суы тұзды. В общем, на пляжға риза болдым. Қараңдар, короче, туалетке кірейін деп жатыр да, туалетке маскасыз кіргізбейді. Менде маска жоқ. Қазір жігіт маған маска береді. Hey, what's going on? Can I have one? Don't beat him right, have that pandemic in your life. Туалетке маскасыз кіргізбейді, а менде маска жоқ. Маған тұрып та масканы бесплатно берді.
брат, ойлашы, осындай маска деген мелочь үшін мынаяқта ондай қатты не жоқ та, типа кипиш ше. Жоқ, маскаң жоқ па, береміз. Главное, тәуір жүр, ауырма деген сияқты тема ғой, короче. Бізде маска үшін штрафовать етіп, жаңағындай түрмеге отырғызып жатыр ма, или сондай бір кипиштер бар. Комментарий, мам, комментарий. По поводу простой қарапайым маска жайында. Я маска. Сізде маскаңыз жоқ? Жоқ, маған өздері беріп, ол біреу өзіліп қалып еді, екіншісін қайтадан беріп, сондай жақсы. А біз жақта типа қамап жатыр, штрафовать етіп жатыр. Иә. Жоқ, біз бұны қалай ызаланып айтып отқан сияқтымыз да, типа не в плане того, что мақтап ше американ, типа, о, вот это Америка, смотрите, Америка идеальный емес, что это везде так должно быть по идее, да? Иә. Ұрыспайды, ұрмайды, тек қана на ұмытып кетіпсің, бізден ала қойып. А, родной маскаң жоқ па, мә, типа, новый. Короче, сондай тема, өйтіп салыстырып, өйтіп жамандап жатқан жоқпын, просто. Қандай болу керек жайында, да? Иә, вот в идеале осылай болу керек деген сияқты ғой, короче. Қарай, әркім өз выводын жасайды, иә. Кайф. Везде полицейские машины, короче. Барлық жерде. Девчонки, профессиональный так прикольно смотришь, Да. Так, В общем, это- обзор на пляж. Да, Обзор, это район. что пляж Не, выглядит. это район называется Far Rockaway Beach. Такой хороший район, дома, это такой маленький остров. Сюда очень много людей приходят, Да. особенно когда скоро вот Лето. независимость Америки будет 4 июля. Менің туған күнім. Ну как раз вот еще, блин, так повезло. В общем, на пляж. Всегда ұнайтын маған. Әр жерде флагтар, бәрі патриот, бәрі. Даже сен басқа елден болсаң да, сен американский флагты таққың келеді, потому что ол стильный, ол модный. Ол кәдімгідей бір не береді. Мысалы, байқайсыздар ма? Андай киімдерде американский флаг тұрса, біз мән бермейміз, таға береміз. Это как бренд сияқты. Сол флагты модный қылу керек, стильный қылу керек. Сол кезде бәрі тағады, бәрі істейді, популярный болады. Сол. Кеттік. Сол, қайттық онда. Келесі влогта көріскенше. Кеттік бе? Кеттік бәрін таста. Мына флаг туралы тема. Просто машинаның артынан Иран ғой, флаг қойса.